Сәлеметсіңдер ме? Біз информатика пәнін меңгеруді жалғастырамыз. Және бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақпаратты шифрлау. Бүгінгі сабақта сен мәтіндік ақпаратты кодтауды және декодтауды үйренесің. Біз сендермен бірге үлкен әлемде өмір сүреміз және адамзат түрлі халықтардан тұратынын білесің. Әр халық қарым-қатынас үшін өз тілін пайдаланады. Басқа тілде сөйлейтін адам сені түсіну үшін ақпаратты оған түсінікті басқа нысанда ұсыну керек. Ол басқа алфавиттерден, сигналдардан, қимылдардан, белгілерден, тіпті суреттерден де болуы мүмкін. Ақпаратты басқа нысанға түрлендіруді кодтау деп атаймыз. Кодтау бұл ақпаратты бір нысаннан келесі нысанға түрлендіру процесін айтады. Кері процесін декодтау деп атаймыз. Ақпаратты кодтау үшін ережені білу керек. Бұндай ережені код дейміз. Код бұл бір таңбалардың жиынтығынан басқасына ауыстыру ережесі. Бейнені тоқтатып, анықтамаларды дәптеріне жазып ал. Техника әлемінде ақпаратты кодтаудың көптеген жолдары бар. Алғашқылардың бірі Морзе коды пайда болды. Ол телеграф арқылы мәтіндік ақпаратты беруге арналған. Морзе әліппесінде әрбір әріп, сандар және кейбір таңбалар қысқа және ұзын дыбыстық сигналдардың бірізділігіне ауыстырылады. Морзе әліппесін қарастырайық. Әрбір таңба тек нүкте мен сызықтан тұрады. Морзе кодын пайдаланып, тал сөзін кодтайық. Әліппеде Т әрпі сызықшаға сәйкес келеді. А әрпі нүкте сызықша болса, Л әрпі нүкте сызықша екі нүктеден тұрады. Кері процесті орындайық, яғни ақпаратты декодтайық. 5 нүкте ол 5 деген сан. 5 сызықша ол 0 деген сан. Ал нүкте 4 сызықша 1 деген санды кодтайды. Ендеше Морзе кодын пайдаланып, ақпаратты кодта және декодта. Бейнені тоқтатып, тапсырманы орында. Өзіңді тексер. Жарайсың. Енді сен Морзе кодының көмегімен мәтіндік ақпаратты кодтай аласың. Мен саған Морзе коды арқылы сөз бен оны ұсыну арасындағы сәйкестікті орнатуды ұсынамын. Бейнені тоқтатып, тапсырманы орында. Өзіңді тексер. Сенде осындай жауап болуы керек. Жарайсың. Сен бүгін өте жақсы жұмыс жасадың. Үй тапсырмасы ретінде мұғалімге осы тақырыпты қалай меңгерген туралы қысқа хабарлама ойлап табуды және оны Морзе кодымен кодтауды ұсынамын. Келесі кездескенше.